Құрметті біздің оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз, сіздерге бүгін субтитр жасаудың бір үлгісін көрсетемін. Әрине оның әртүрлі әдістері бар, бірақ оның ең керек деген бір-екі әдіс бар. Соның біріншісін сіздерге көрсетемін. Біріншіден бізге керек мына жерде новый элемент подписки. Новые подписки. Нормально видимый субтитры. Алдасын қосымсаймыз. Өшеге алып қоямыз. Көріп тұрғанда бізде текст подписки көрсетті. Текст подписи көрсетіп тұр. Енді бізге мысалға осы айтқан сөздерді астына жазып көрсету. Енді мен о жағын айтып отырып, естіп отырып жазуға болады. Так. Мына сөздер мысалы. Бізде осындай подписки деген пайда болады. Соған жазамыз. Мысалы, менің нұсқамда ол мен дайындап қойған сөзім, а сіздер оны жазып отырасыздар. Мысалға, мына айтты, біз айтқан сөзді өзін таңдап осылай қоямыз. Мысалға, осылай. Осылай қоясыз. Енді қазір мына сөзді мысалға. Мына сөзін мысалға біз жаздық қой. Енді осының бізге жалғасы керек қой. Осының астында плюс басамыз. Керек жаңа сөзді қойып қоямыз өшеге. Айтқан жеріне созып қоямыз. Мен келесі сөзі. Ұзын сөз мысалға. Плюсті басамыз. Сосын кейін мына. Оның сөзі мына. Міне. Они с Борей, Федей и тетей Норой едут в город. У них есть билеты в театр. Керек жеріне әкеліп қоямыз. Көріп тұрады әңгіме. У них есть билеты в театр. Плюс жаңадан өшеге салып қоясың. Сосын кейін текстті қоя саласың. Я знаю, просто на всякий случай. Осылай қоясың. На всякий случай. Келесі сөзді
нәрсе бізді ортаға келтіруге бастайды. Как можно идти в театр, когда на улице такая прекрасная погода? Завтра... Келесі. Мына келесі айтқан сөзіне мынау болуы бізге. Завтра погода будет еще лучше. Завтра погода будет еще лучше. А в театре очень интересно. Мына осы нұсқада көрдіңіздер қалай істелетінін. Петя! Катя! Сэр, Петя и Катя сегодня не придут. Они с Борей, Федей и тетей Норой едут в город. У них есть билеты в театр. Я знаю, просто на всякий случай. Как можно идти в театр? Міне осындай оңай нұсқада қолданып көрсеңіздер болады.